Сәлем достар, мен сіздерге қазір 5 минутта қалай онлайн etsп алуды көрсетемін. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда пайдалы ақпараттар көп болады. Google-ға егов деп жазамыз. егов kz-ге кіріп, получение онлайн etsп кілттеп басамыз. Міне. Заказать услугу онлайн дегенді басамыз. Кішкене күте тұрамыз қазір. Алып біткенін. Сосын. Так, бірінші шаг. Бұл жерге физлицо болса, физлицо деп белгілейміз. Сосын иінін жазамыз. Кімге etsп алып жатырмыз, соның иінін жазамыз. Сосын сіздерде NCLR орнатылған болу керек. Орнатып аласыздар. Жоқ болса, сосын удостоверение личность басамыз. Прийти к получению etsп басамыз. Сосын телефон номерін жазамыз. etsп алатын адамның телефон номеріне код барады. Сол кодты жазамыз. Міне кодты тереміз. Кодты тергеннен кейін бізге QR шығарып береді. Егер камера қосылып кетсе, жоғарыдан камераны өшіріп қоямыз. Сол кезде только QR шығатын болады. Міне QR-ды өзіміздің мысалы телефонымыздан Google-да ашамыз да, сол жерден камерасын қосамыз Google-дың. Сөйтіп, мына QR-ды түсіреміз. Сол кезде міне көріп тұрғандай ссылка шығады. Дитков деген соның үстін басамыз да. Міне жоғарыдан поделиться кнопкасын басып, копировать дегенді басамыз да. Ссылкасын копировать етіп алдық. Енді біз кімге ашып жатырмыз, сол адамға ссылкасын жібере қоямыз. Осы ссылканы ол адам басады да. Осы ссылканы басқан кезде оған камера ашылады. И сол камерадан видео проверкадан өтетін болады ол адам. Жаңағы etsп алып жатқан адамымыз видео проверкадан өткеннен кейін бізге сәтті өттіңіз деп осылай шығады. Сосын разрешить басамыз да. Жаңағы etsp-ны скачать етіп алу бөлімдеріне өтетін боламыз. Ол жерде скачать етерден алдын пароль қойылу шарт. Пароль қойып, сосын компьютеріміздің бір папкасына сақтайтын боламыз. Қазір міне птичка қойып подтвердить басамыз. Получение мына etsp-ны басамыз осыған. Кішкене күте тұрамыз. Енді персональный компьютер и қандай папканы таңдаймыз. Бұл жерде мен қазір рабочий столдың өзін таңдай саламын. Рабочий стол таңдаймын да. Белгілей салдым. Енді қазір код ойлап табамыз. Қандай код ойдан английский әріптермен мен үлкен А, кіші А, 1, 2, 3, 4 деген санды жаздым. Өйткені барлық адамға солай ашамын да, ұмытып қалмас үшін. Менде etsp кілттердің парольдары бірдей. Осылай английский әріпке қойып аласыз. Үлкен А, кіші А, 1, 2, 3, 4 деп қоя саламын. Кез келген сонда адамдар осындай оңай парольді қарап қояды. Мен қазір қазақша шрифті тұр екен. Английскийға ауыстырамын да. Міне ауысты. Енді үлкен А, кіші А, 1, 2, 3, 4 белгіледім. Дәл соны екінші рет қайталаймын да. Подтвердить кнопкасын басамын. Сосын загрузить сертификат деп жүктеп аламыз. Міне жүктеп алдық. Енді каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.